Сәлем достар, менің тарихтаным каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода 4-ші бөлімді қайталау жинақтау тапсырмаларын талдайтын боламын. Сондықтан менің тегін білім беретін қазақша контентіме тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менімен бірге болыңыздар. Тарихи тұлғаларға сипаттама берің деген бірінші тапсырма. Тарихи тұлғалар Сырымды Атұлы, Жәңгір хан, Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлы, Жанқожа Нұрмұхаметұлы. Аталғандардың арасынан көзқарасы басқалардан өзгеше тұлғаның есімін анықтаңдар, қалғандарын қандай ортақ мақсат біріктіреді дейді. Бұл жерде өзгеше тұлға Жәңгір хан, ал қалғандары Ресей империясының отаршылдық езгісіне қарсы халықты күреске басқарған ұлт-азаттық көтеріліс көсемдері, қолбасшылар. Енді сипаттамасына келейік. Сырымды Атұлы әскери қолбасшы, терең ойлы, қайратты, шешен, айлалы тұлға болған. Жәңгір хан ол бөкей ордасының ханы, көтеріліс кезінде екі жақты саясат ұстады, патша үкіметінің қолшоқпары болды. Екінші жағынан ол Европаша білім алғандықтан, тәрбие алғандықтан реформатор да болды. Елді отырықшылыққа және білім алуға да еңбектерін жүргізді. Исатай Тайманұлы көтеріліс жетекшісі, ержүрек батыл, беделді, абыройлы болды. Махамбет Өтемісұлы бұл рухани көсем, жалынды жыршы, ақын, Исатайдың серігі болды. Кенесары Қасымұлы қолбасшы, хан, көзсіз батыр болды. Ол қарақылды, қақ жарған, әділ болды, қайтпас қайсар болды. Жанқожа Нұрмұхаметұлы бұл да қолбасшы, батыл, ержүрек, қара күштің иесі болды, шабандоз болды. Екінші тапсырма: оқиғаларды уақыт сызығына түсіріңдер. Кіші жүздің Ресей империясының құрамына енуі, ұлы жүздің Ресей бодандығын қабылдауы, орта жүздің Ресей империясының құрамына енуі, Верный бекінісінің салынуы, Түркістан генерал-губернаторлығының құрылуы деген сұрақтар бар. Оқиғаларды біз уақыт сызығына түсірген уақытта бірінші болған оқиғалардан түсіреміз. Сондықтан кіші жүздің Ресей империясының құрамына енуі 1731 жыл, одан кейін орта жүздің Ресей империясының құрамына енуі 1738 жыл, одан кейін Верный бекінісінің салынуы 1854 жыл, одан кейін ұлы жүздің Ресей бодандығын қабылдауы 1865 жыл, және ең соңы Түркістан генерал-губернаторлығының құрылуы 1867 жыл. Үшінші тапсырма: Ресей империясы бодандығының салдары жайлы шағын әңгіме жазыңдар. Ресей империясының Қазақстанды қосып алуының салдары өте ауыр болғанын білесіңдер. Қазақстан өз тәуелсіздігінен айырылып қалды, Ресейге бодан елге айналды. Қазақстанды жаулап алу кезінде халық қырылды, мал-мүлік талан-таражға түсті. Көтеріліске қатысқандар бас сауғалап көрші елдерге, оның ішінде Қытайға, Бұхарға, Хиуаға, Қоқанға қарай өтіп кетті. Қалалар қиратылды. Мысалы, ежелгі мәдениет орталықтары Әулиеата, Шымкент, Түркістан қалаларын сеңгіріктермен атып қиратты. Жаулап алған жерінде орыстарды әкеліп қоныстандырып, халықтың құрамын өзгертті. Себебі осы арқылы басып алған елін орыстандыру саясаты бірден жүзеге жүргізілді. Басқаруда қандық билікті түпкілікті жойды, елді губернияларға бөліп тікелей Ресейге бағындырды. Төртінші тапсырма: 18 ғасырдың соңы менен 19 ғасырдың басындағы қазақ халқы ұлт-азаттық қозғалыстарының тарихи маңызы қандай? Яғни бұл 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдағы қазақ халқының Ресей отаршылдығына қарсы бағытталған сипаты жағынан ұлт-азаттық қозғалыс болды. Екіншіден, Ресейдің отарлап алуын өз қарсылықтары арқылы ондаған жылға кешеуілдетті. Яғни Ресей Қазақстанды жаулап алуын кіші жүздің 1731 жылы қосып алудан бастап, ұлы жүзді қосып алуға дейінгі аралық 136 жыл уақытқа созылды. Үшіншіден, халықты отарлық езгіге бастаған қолбасшылар, көтеріліс көсемдері халықты бостандық пен тәуелсіздік үшін күреске жұмылдыра алды. Төртіншіден, көтеріліс басшыларының есімдері тарихқа еніп, олардың өмірі мен қызметі болашақ ұрпаққа үлгі болып, бүгінде ұлттық батырларымызға айналды. Достар, қайталау сабағының тапсырмаларын аяқтадым. Менің осы каналымдағы видео сабақтар сіздерге пайда әкеліп жатыр. Сіздер 4 пен 5 алып жатсыздар деп ойлаймын.
Сондықтан менің каналыма тіркелмегендер болса тіркеліп қойыңыздар, мені жоғалтып алмаңыздар, және менің сіздерге жасап жатырған еңбегімді бағалап лайк басып, комментарий жазып достарыңызға таратыңыздар. Сабақты беспен оқыңыздар. Сау болыңыздар.